Қанның құрамы. Қан адам мен жануарлар ағзасындағы ішкі ортаның маңызды сұйықтығы. Қан жүрек пен қан тамырлар жүйесімен үздіксіз қозғалып, бүкіл ағзаға қажетті заттарды тасымалдайды. Қан екі негізгі бөліктен тұрады. Қан плазмасы 55-60. Қан жасушалары түйіршіктер 40-45. Эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер. Қан плазмасы. Бұл сары түсті мөлдір сұйықтық. Ол 90-92 судан тұрады және құрамында ақуыздар, альбумин, глобулин, фибриноген. Минералдар нә, к, глюкоза. Гормондар. Қалдық заттар мочевина, несеп қышқылы болады. Плазманың қызметі. Қанды сұйық күйде ұстайды. Қан жасушаларын тасымалдайды. Қан түрлері лимфоциттер, нейтрофилдер, моноциттер. Олар бөгде заттарды қоршап жойып жібереді, фагоцитоз. Тромбоциттер, қан пластинкалары. Пішіні ұсақ, ядросыз, тақташа тәрізді. Қызметі қан ұюына қатысады. Қан тамыры зақымданғанда жараны бітеп, тромб түзеді. Өмір сүру ұзақтығы 5-10 күн. Қанның негізгі қызметтері. Тасымалдаушы оттегі, көмір қышқыл газы, қоректік заттар, гормондар, қалдықтар. Қорғаныш лейкоциттер мен антиденелері арқылы. Реттеуші дене қызуын, ырын деңгейін тұрақты ұстау. Гомеостазды сақтау, ішкі ортаның тұрақтылығын қамтамасыз ету. Қан ұюы жарақаттанғанда қан кетуді тоқтату.